Сәлем достар, сіздермен аниме өмір және мен бүгін сіздерге әлем бойынша миллиондаған фанаттардың ең сүйікті кейіпкеріне айналған Учиха Итачи өмірі жайлы айтатын боламын. Және видео басталмай жатып сіздерге әдеттегідей тапсырма берейін. Видеоға Нарутоның басқа байлайтын протекторын жасырып кеттім. Соны тапсаңыздар, астына тапқан уақыттың тайм-кодтарын жаза кетіңіздер. Дұрыс тапқан адамдарға менен лайк. Ал енді бастайық. Итачи Учиха өздеріңіз білетіндей, Учиха әулетінің мүшесі, 4 жасында ол соғыс алаңындағы көптеген шинобилердің қаза табуының куәсі атанды. Сол сәттен бастап Итачи пацифист, яғни соғысты мүлде жақтырмайтын адамға айналды. Бала кезінен ақылды болған Итачи өзін адамдардан алшақ ұстаса да, ол адамдарды жақсы түсіне алатын. Ал адамдардан алшақ болу Итачиге көп жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға көмек берді. Бала кезінде ол Арачимарудан өмірдің мәні неде деп сұраған еді. Арачимару болса, өмірдің мәні мәңгілік өмірде деп жауап қайырған еді. Болашақта Итачи мен Арачимару әлі бірнеше рет кездесетінін екеуі де сол кезде білмесе керек. Балалармен доп теуіп асық ойнаудың орнына Итачи бар уақытын дайындықтар мен білім алуға жұмсады. Білімнің ауқымды бөлігін өзіне сіңірген ол проблемалардың шығу тегін табуды, масштабты түрде ойлауды, басқа адамдардың арбауына түсіп қалмауды, тек бір жақты көзқарасқа ие болмауды үйренді. Аналитикалық ойлау қабілеті мен пацифистік көзқарастар оны әулет деңгейінде шектеліп қалмай, бірден ауыл деңгейіндегі қауіпсіздікке көңіл бөлуге алып келді. Итачи өзін ең алдымен Кано халық деп және тек содан кейін ғана Учихалық деп санады. Академияға түскен сәтінен бастап Итачиді көре алмаған, оны шыққан тегі үшін жек көрген адамдар да болды. Итачи оларға аса мән бере қоймады және академиядағы сабақтар ол үшін тым оңай шаруа болды. Сол себептен ол әкесінен оған нинджутсу үйретуін сұрайды және Итачи бір көргеннен ақ Катон Гокакю но Джутсу, яғни отты шар джутсуын үйреніп алды. Академияда оқып жүрген уақыттарда Итачи өз әулетінің ең беделді шинобилерінің бірі Учиха Шисуимен де достасып үлгереді. Және Итачи көп уақытын Шисуимен дайындық жасауға жібереді, ал академияға оның клоны баратын болады. Соны біліп қойған академия басшылығы Итачиге академияны уақытынан бұрын аяқтауға мүмкіндік беріп, оған генин дәрежесін де берді. Итачи данышпан болған соң ол 7 жасында Каги деңгейінде ойлаған деген ақпарат бізге канон ретінде берілген. Алайда бұл ақпарат авторлар Итачиді тым мақтап жібергенін, немесе Кагилердің ойлау деңгейі өте төмен болғанын ғана дәлелдейді. Артынан Итачи өзі жалғыз Чунин тестіне қатысып, 10 жасында Чунин дәрежесіне жетті. Дегенмен бұл жайт Итачи ешбір командада болмады дегенді білдірмейді. Итачи Миназуки Юки бастаған екінші топтың мүшесі атанды. Одан бөлек сол топта Инари Шинко және Изумо Тенма деген адамдар да болды. Өз тобымен бірге Итачи әртүрлі қиындықтағы миссияларды орындап та үлгерді. Мысалы ол Ниннеконы Соракуға қайтарып алып келді және Даймёны күзету миссиясына қатысты. Даймёны күзету миссиясында оларға қызыл сары бетперде киген адам шабуыл жасап, сол шабуылды тойтару барысында Итачи өз әріптесі Тенмадан айырылады. Дәл осы сәтте Итачидің шаринганы оянады. Бір миссиясында Итачи Некоматамен шайқасып, уақыты келгенде Некоматадан Саскиге қарсы бар күшін салып шайқасуын сұрайды. Өз тобымен бірге көптеген миссиялар орындап жүрген уақытта Итачи Учиха Изумимен де жақын араласып үлгереді. Учиха Изуми фанаттардың сұранысы бойынша пайда болған кейіпкер, яғни фанаттар Итачиға жақсы жұп керек деп қоймаған болатын. Сондықтан авторлар Изумиді сюжетке қосқан еді. Ал шын мәнісінде Изуми іш пыстырарлық дизайнға ие, аса бір маңыздылығы жоқ, бір күндік кейіпкер және ол тек Итачидің флешбектерінде ғана кездеседі. Одан бөлек Шисуимен бірге Шиномори еліне аттанған Итачи Данзоға бағынатын түптамыр анбулармен шайқасып та үлгереді.
11 жасында Итачи Анбу сапына қосылып, 13 жасында Анбу капитаны атанды. Итачи Хатаке Какашимен бірге Хоккагенің жеке күзетшілерінің бірі болды және орман еліне келген Ханьяшу тобының Канохаға жасаған шабуылын тоқтатуға қатысты. Фугаку Итачиді қатты сыйлап, оған берік сенген еді және болашақта Итачи әулетті басқаратын тұлға болады деп тұжырымдады. Ал інісі Саске болса, Итачиді жақсы көргенімен, бір жағынан оны өз бақталасы ретінде көрді. Итачидің өзі болса, туған бауырын біртүрлі махаббатпен жақсы көрді және оның жетістіктеріне әрдайым қуанып отыратын. Ал біртүрлі махаббат жайлы мен сәл кейінірек айтатын боламын. Кьюби Канохаға шабуыл жасаған соң, Учиха әулеті мен Каноха басшылығының арасы суып кеткен болатын. Қарапайым тұрғындар мен басқа әулет мүшелері де Учихаларға салқын қарауын жалғастыра берді. Сол себептен Учиха әулеті өзара тұйықталып, онда сепаратистік ойлар, Канохаға деген өшпенділік күшейе бастады. Ал Итачи болса, түп тамыр Анбуларының мүшесі болмаса да, ол Шимуро Данзоның қол астына өтіп, түп тамыр ұйымына жақпайтын адамдардың көзін жоюмен айналысты. Айта кететін жайт, оның қасында екі бағыныштысы да болды. Ауыл саясатынан сырт қалған Учиха әулеті Канохаға қарсы бүлік жасауға дайындала бастады. Бүлік жайлы ақпарат Каноха басшылығының құлағына жеткен соң, олар Итачиді Учиха әулетіне қарсы тыңшы ретінде пайдаланды. Итачидің мінез-құлқындағы өзгерістерді байқаған Учиха әулеті Итачиға Учиха Шисуидің өліміне тікелей қатысы бар деген жала жаба бастады. Ал шын мәнісінде Шисуи ауылды құтқару үшін өз өмірін құрбан етіп, өз мангекиоларының бірін Итачиге табыстаған еді. Шисуидің өлімі Итачиге ауыр тиіп, сол сәтте Итачи Мангекио Шаринганын оятады. Артынан Итачи Учиха әулетінің жиналысына қатысуы керек болды. Бірақ Итачи жиналыс орнына кешігіп келеді. Жиналыс орнында Фугаку оған ауылды түгелдей қырудың орнына ауыл басшылығын ғана қырып, көп қан төкпеу керек деп үгіттейді. Ал басшылықтың көзін жоюды Итачи мен Фугаку жүзеге асыруы керек еді. Дегенмен Итачи бұл жоспармен де келісе қоймады және бар шындықты Каноха басшылығына жайып салды. Ауыл ақсақалдары болса, Итачиға Учиха әулетін түгел құруға бұйрық берді. Шимуро Данзо Итачиді таңдау жасауға итермеледі. Не Итачи өз әулетімен бірге Канохаға қарсы шайқасып әулетімен бірге өледі, не ол өз әулетін қырып туған бауыры Саскен аман алып қалады. Итачи екінші жолды таңдады. Учиха әулетін қыруға аз күн қалғанда Учиха Мадара есімін жамылған Обито Итачимен кездесіп, оған көмек қолын созады. Ал көмектің құны ретінде Итачи Обито бастаған Акацки ұйымына мүшелікке кіруі керек еді және Обито Итачиға Саске мен Каноханы құртпауға да уәде берген еді. Артынан Итачи мен Обито Учиха әулетін қырып тастайды. Итачи өз ата-анасын өзі өлтіруге бел буады. Бірақ бұл шешімді орындау Итачиге оңайға соқпады. Оның көздерінен еріксіз жас ағып, ол өз қолдарын ата-анасына қарсы зорға көтерді. Итачидің таңданысына орай, оның ата-анасы оның бұл шешіміне түсіністікпен қарап, Итачиге қарсылық көрсетпеді. Олар тек Итачиге оны мақтан тұтатынын айтып, Саскеге қамқор болуын өтінді. Енді мен жаңа ғана айтып кеткен Итачидің біртүрлі махаббатына тоқталсақ, Учиха әулеті мал бордақылайтын жердегі шошқалар сияқты бірінен соң бірі қырылып жатқанда, Саске басқа жерде дайындықта болатын. Ол үйге кешігіп келген сәтте өліп жатқан руластарын көріп, біраз шошып қалады. Ал өз қаза тапқан ата-анасын көргенде Саске ес жия алмайтын үлкен шокқа түсті. Әрине, ол жерде Итачи де бар болатын және ол Саскеге барлығын түсіндіріп айтудың орнына бүкіл әулетті өз күшін шыңдау үшін қырып тастағанын айтып, оған барлығын Цукиоми арқылы нақты көрсетіп берді. Ал Саскені өлтірмеген себебі болашақта ол кек отына оранған Саскені өз күшін тағы да тексеруге арналған сынақ ретінде қабылдау керек еді. Итачи Саскеге ол енді тек кек алу үшін өмір сүруі керек екенін де алға тартты. Өз ата-анасы мен
туған туыстарынан айырылу Саскиге үлкен психологиялық соққы берді және оны бақытты балалық шақтан айырып, болашақта жаман жолға түсуіне алып келді. Кішкентай кездегі психологиялық проблемалар Саскиге тіпті есейген кезде де әсер етті. Бірақ Итачидің біртүрлі махаббаты қайдан пайда болды? Оның себебі мынада еді. Итачидің өз әулетін түгел қырып, тек Саскені тірі қалдыруы Саскиге өте ауыр эмоционалды бэкграунд, яғни өткен өмір беру үшін жасалды. Осы арқылы авторлар Саскені фанаттарға шынайы кекшіл кейіпкер ретінде көрсете алды және Саскенің қанды мотивациясын да анықтап берді. Ал бұл дегеніміз Итачидің Саскеге деген біртүрлі ағалық махаббаты авторлардың әсерінен пайда болды дегенді білдіреді және бұл жайт Итачиға кейіпкер ретінде дақ түсірмеуі керек. Әрине, көп адамдар анимедегі барлық жайттарды авторлар солай қалады деп түсіндіре салуға болады ғой деп айтуы заңды. Дегенмен, кей анимедегі оқиғаларды сіздерге түсінікті болу үшін басқаша жеткізу мүмкін емес. Одан бөлек, Учиха әулетін құрту арқылы авторлар өз жұмыстарын жеңілдетті. Себебі енді олар көптеген учихалық кейіпкерлерді ойлап табумен, оларды сюжетке кіргізумен бастарын қатырмайтын болды. Жарайды, енді Итачидің өзіне қайта оралсақ. Итачидің бала кезінде басынан өткен оқиғалары Наруто Шиппуденде ғана көрсетілді. Бірінші сезонда Итачи басқа жауыздар сияқты көрерменге тек қана хас зұлым ретінде ғана көрсетілуі керек болды. Ал Шиппуденде Итачи өте танымал кейіпкер болғандықтан жан-жақты ашыла бастады. Әулетті қырып болған соң, Итачи Каноханы тастап Акацки құрамына енді. Кетерде ол Хирузенге миссия сәтті аяқталғанын баяндап, одан Саскеге қамқор болуын өтінді және өзін өлтірейін деген бір топ бағыныштыларын да өлтіріп кетті. Ал оның клоны Данзоның алдына барып, одан Саскеге тиіспеуін талап етті. Акацки құрамында Итачидің алғашқы әріптесі Бива Джузо болды. Бива Джузомен бірге Итачи бірнеше лас миссияларды орындайды. Артынан Пейннің бұйрығы бойынша олар су еліне аттанады және екеуін Бива Джузоны іздестіріп жүрген ойниндер отряды тауып, шайқас басталып кетеді. Отрядты 4-ші Мизукаги Ягура өзі бастап шыққан соң Бива Джузо шайқас барысында қаза табады, ал Итачи Ягураны ауыр жаралап қашып кетеді. Джузоның орнына енді Итачиді жаңа әріптес күтіп тұрды және ол Арачимару еді. Арачимару Итачимен әріптес атанған сәттен бастап бірден оның шаринганын тартып алуға бел буады. Дегенмен Итачи Арачимаруды аса қиналмай орнына қойды. Жеңіліс тапқан Арачимару болса Акацки ұйымын тастап кетті. Итачидің ендігі әріптесі тағы бір тұмандық шиноби Хашигаки Кисаме болды. Ол да аты әйгілі тұмандық жеті қылыштың бірінің иесі еді. Кисаме алғашында Итачиге өз орнын көрсеткісі келгенімен, Итачи шайқаста Кисамеден басым түсті. Сол үшін уақыт өте келе Кисаме айбынды шинобиден Итачидің қуыршағына айнала бастады. Менің жеке ойымша, Кисамеде Итачиді жеңуге барлық мүмкіндік болды. Дегенмен авторлар Кисаменің пиктік күшін сол шайқаста көрсетпей, оны Итачидің күшігіне айналдырып жіберді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Астына өз пікірлеріңізді осы жайт жайлы жазып кетсеңіздер. Сәл кейінірек Арачимарудың орнына ұйымға Дейдара қосылды, ал Дейдараны ұйымға Итачи қосқан еді. Итачиден өте оңай жеңіліске ұшыраған Дейдара өмірінің соңына дейін оған кек сақтап өтті. Артынан Итачи мен Кисаме жасырын шөп ауылында бір миссияны орындады және Итачи Конан мен Какузумен бірге ұйымға Хиданды қосуға қатысты. Сонымен қатар Акацки дыбыс пен құм ауылдары Канохаға бірлесіп шабуыл жасағанын естігенде, Итачи Канохада не болғанын тексеріп келуге өз өтінішін білдірді. Итачи және Кисаме Канохаға келген сәтте оларды Хатаке Какаши байқап қойды. Сол үшін Итачи мен Кисаме Юки Куринай мен Сарутоби Асумаға қарсы төбелесі жүргізулеріне тура келді. Артынан канохалықтарға көмекке Хатаке Какашидің өзі келді. Дегенмен Акацки мүшелері қарсыластарды оңай жеңді.
бірақ оларға көмекке Майтогай келді. Жағдайдың ушығып бара жатқанын түсінген Итачи мен Кисаме кері шегінуге мәжбүр болды. 9 құйрықты Биджудің Джинчурики Узумаки Наруто Шукуба қаласында болған уақытта Кисаме мен Итачи оны ұстауға әрекет етіп көрді. Бірақ Нарутоның қасында Джирая болған соң, Итачи жас әдемі қызды генжутсуға түсіріп, оны Джираяның көңілін аулауға жіберіп, өзі Нарутоның қасына барады. Итачи мен Кисаме Нарутоның қасына келіп, оны қалайша ұстаймыз деп жатқанда, Итачидің Шукуба қаласында екенін біліп қойған Саске олардың қасына келеді. Саске Чидори арқылы Итачиді шабуылдағанымен Саскеден дәрежесі тым жоғары Итачи Саскенің өзін соққының астына алады. Дегенмен дер кезінде жетіп үлгерген Джирая Итачидің бұл ісін тоқтатып үлгереді. Итачи болса Саскені Цукиомиға түсіріп үлгереді және Джираяны қауіпті деп санаған ол шегінгенді жөн санайды. Акацки мүшелерін жіберуді қаламаған Джирая бақа асқазаны арқылы оларды ұстап қалуға тырысқанымен Итачи Аматерацу қолдану арқылы Кисаме екеуі төбелес алаңын лезде босатты. Алайда Итачидің Канохаға келуінің шын себебі ол үшінші Хокаге бақилық болса да, Каноха Саскеге бас-көз болып оған тиіспеуі керек екенін өзінің сонда келуімен білдіртіп кету еді. Артынан Итачи Казыкаге Гаараны ұстау миссиясында көрсетілді. Каноха шинобилері Акацки базасының орнын біліп қойған соң, оларды тоқтатуға Кисаме мен Итачидің клондары аттанды. Ол ерекше клондарды оларға Пейн жасап берген болатын. Клондар Какаши мен Гайдың тобының алдынан шығып, оларды біраз уақытқа бөгеп қалды. Сол уақыттың ішінде Акацки мүшелері Шукакуды Гедо Мазуға мөрлеп үлгерген еді. Содан соң Итачи екі құйрықты Биджуды мөрлеу рәсімінде көрсетілді. Біраз уақыт өткен соң Итачи мен Кисаме 4 құйрықты Биджудің Джинчурикиін ұстауға аттанып, Кисаме онымен шайқасқа түсіп жеңіске жетті. Олар ұсталған Биджуды мөрлеуге Акацки базасына келгенде, Пейн оларға Саске Арачимаруды өлтіргенін және оның келесі мақсаты Итачи екенін хабарлайды. Саскенің көзін құртуға Дейдара аттанады және Акацкиге Дейдара, Тоби және Саске бірге қаза тапты дегенде хабар жетіп үлгереді. Дегенмен Итачи өз бауырының тірі екеніне кәміл сенді. Артынан Итачи Саскені іздеп жүрген Нарутоны тауып, оған Шисуидің Мангекёсын қарға ретінде береді. Келесі күндердің бірінде Итачи мен Саске ескі ғимаратта кездесіп, екеуінің арасындағы көптен күткен шайқас орын алды. Шайқас аса тартысты болмағанымен, біз ол жерден Учиха әулеті жайлы өте көп жаңа ақпарат алдық. Шайқас барысында Итачи Саскеден әлдеқайда басым болғанымен, ол Саскеге өзін көрсетуге мүмкіндік берді. Артынан Саскенің Кирин Джутсуынан Сусану арқылы тірі қалған Итачи Саскенің қарғыс мөрінен босап шыққан Арачимаруды Тоцука қылышы арқылы жұтып алады. Менің ойымша, Итачи Сусануға әділ түрде жеткен жалғыз Учиха. Себебі Итачидің өзі айтқандай, Сусану әрбір Мангекёда бір-бір джутсу ашылған соң, үшінші джутсу ретінде пайда болады. Мысалы, Саскеде Сусану үшінші джутсу болып ашылмады. Обитода да, Мадарада да, тіпті Шисуидің Сусаносы оның Мангекё Шаринганынан туындаған үшінші джутсуы болмауы мүмкін. Демек, Итачидің Сусаносы ол нағыз тру Сусано. Шайқас соңында барлық денсаулығын сарп еткен Итачи о дүниеге аттанды. Осы ретте Итачидің денсаулығы мен чакрасы жайлы тоқталсам. Көп адамдар Итачидің чакрасы тым аз деп айтып жатады, алайда шын мәнісінде оның чакрасының көлемі орташа деңгейде, яғни көп те емес, аз да емес. Және көпшіліктің айтуы бойынша Итачи жазылмайтын дертке шалдыққан немесе Мангекё Шаринганды тым көп қолданған соң денсаулығын әбден әлсіретіп алған. Менің ойымша екінші нұсқа дұрыс, себебі Итачидің ауруы жайлы ешқандай нақты дәлел жоқ. Және үшінші, Итачи жайлы ең кең таралған миф ол Итачи ауру болған соң өз потенциалын толық аша алмады деген миф. Көптеген фанаттар осы мифке сеніп жүр. Дегенмен шын мәнісінде Итачи бала кезінен бастап тым көп дайындық жасап, өз күшінің шырқау шегіне тез жетті. Ал сол үлкен күш оның денсаулығына кері әсерін берді. Демек, Итачи өз потенциалын баяғыда-ақ толығымен ашып қойған және сол күшті қайта-қайта қолдану оның денсаулығын әлсіреткен. Итачи ауырды ма, жоқ па деген сұрақтың да жауабы осы. Итачи өлген соң ол жайлы бар шындықты Саскеге Обито жайып салды.
Не дегенмен, өтіріктің құйрығы бір-ақ тұтам деген сөз бар ғой қазақта. Итачи Саскеге қамқорлық ретінде оған Аматерасуды қалдырып кетті және болашақта өз көздерін тез құртып алған Саске өзіне Итачидің көздерін орнатады. Содан соң Итачи 4-ші әлемдік шинобилер соғысына қатысты. Оны Якуши Кабуто тірілткен болатын. Кабуто Нагато екеуін Киллер Би мен Нарутоны ұстауға жібереді. Алайда шайқас барысында Итачи Нарутоның ішіндегі Шисуидің көзі арқылы Эдо Тенсей шырмауынан босап шығады. Енді Наруто Би және Итачи Нагатоға қарсы шайқасқа түсті. Нагато алғашында оларға еш мүмкіндік бермегенімен, сәл кейінірек авторлар Нагатоны әбден төмендетіп, Итачидің алдына жығып бере салды. Бұған дәлел ретінде неге чакра жұту арқылы тез қимылдауға көшкен Нагато артынан бір орында тұрып төбелесуге көшті. Неге Джираяның өзі көп күш салу арқылы жеңген жануарлар Итачи лақтырған кунайлардан жеңіліп қалды. Неге Джираямен болған шайқаста түтіннің арасынан көре алған Риндаган Итачиларға қарсы шайқаста түтіннің арасынан ешнәрсе көре алмай қалды. Неге Нагато мен ол ұстап тұрған адамдар ғана көре алатын Джигокудо жолын Итачи көріп қойды. Неге басқа адамдарға бірден әсер еткен Нингендо жолы Наруто мен Биға соншама уақыттың ішінде ешнәрсе жасай алмады, ал Чибаку Тенсейді жеңу жолы нағыз абсурд десем артық етпес. Көз алдымызға елестетейікші, Нагатоның қолынан шыққан кішкене шар аспанға көтеріліп, айналадағы барлық нәрсені өзіне тарта бастайды. Үлкен тартылыс күш арқылы жерден жұлынған объектілер үлкен жылдамдықпен кішкене шарға соғылып, оны барлық жағынан қоршап алады. Сол кезде ол шар сынбайды. Уақыт өткен сайын шарға жабысқан объектілер саны көбейіп, оған түсетін қысым да арта береді және ол шар сол кезде де сынбайды. Бірақ Итачи Би және Наруто жасаған шабуылдан соң қаншама нәрсеге шыдаған шар оңайсына салады. Керемет логика, иә? Нарутоның авторлары өздерін бәрін қатырдық деп ойлаған шығар бәлкім. Дегенмен Нагатоның құрбандыққа шалынуы тым айқын білінді. Нагато әділетсіз түрде жеңіліске ұшыраған соң Итачи Эдо Тенсейді тоқтатуға аттанады. Жол жөнекей оған жаңа көздерін іске қосқан Саске қосылады. Дегенмен Итачи әдеттегідей Саскеден өзін аулақ ұстап, оны жалғыз тастап кетеді. Алайда Итачидің таңғалысына орай Саске оны тез тауып алып, екеуі Кабутоға қарсы шайқасады. Жекпе-жек барысында Кабутоның тыңғылықты дайындалып, екі ағайындыдан оқ бойы озық тұрғаны білінеді. Дегенмен авторлар Кабутоны ақымақ қылып көрсетіп, Итачи мен Саскеге бірнеше ұтымды шабуыл жасауға мүмкіндік берді. Ақыр соңында Итачи Изанами қолдану арқылы Кабутоны тоқтата алды. Артынан ол Цукиоми арқылы Эдо Тенсейді қалай тоқтататынын біліп алды және Кабуто Эдо Тенсейді тоқтатып жатқанда Итачи Саскемен қоштасып үлгерді. Осы жолы өз қателіктерін мойындаған Итачи Саскені өзімен тең тұлға ретінде көріп, Саскеге өз жолын таңдауға кедергі жасамады және ол Саске не жасаса да, оның Саскеге деген мейірімі еш азаймайтынын жеткізді. Осы жолғы Итачидің шешімі, менің ойымша, ол қабылдаған шешімдердің ең дұрысы болды. Себебі Итачи Наруто айтқандай, өтірік арқылы Саскені өзі қалаған жолға түсіруге тырысты. Ол Саскеге толық сенім арта алмады және Саскеге кейде тым қатты қамқорлық көрсетті. Ал осы жолы ол соңғы шешімді Саскенің өзіне қалдырып, Саскені өзімен тең тұлға ретінде мойындады және содан соң Итачи қайтадан өз әлеміне қайта оралды. Итачи екінші маусымда кейіпкер ретінде жан-жақты ашылды. Оны біз енді тек қана Саскенің флешбектерінен емес, Итачидің жеке флешбектерінен де көре алдық. Менің жеке өзіме тек Итачидің Тоцука қылышы мен Ято қалқанына қалай ие болғаны ғана қызық болып қалды. Ал анимеде және мангада ол сәттер көрсетілмеді. Ал оның өмірінің басқа сәттері Итачидің күші, мінезі мен болмысы толық көрсетілді деп ойлаймын. Авторлар Итачиді интеллектке бай шиноби ретінде көрсеткісі келгенімен, Итачи көбінесе жауларды мықты джутсулар арқылы жеңді және өз атышулы данышпандығын еш дәлелдемеді. Фанаттар оның данышпандығын көп сөз еткенімен, Итачи анимедегі қиын оқиғалар мен шайқастарда данышпан адамға сай қимылдар мен әрекеттер жасамады. Дегенмен, ол сонда да өте мықты және тартымды кейіпкер.
ал оның дизайны кез келген адамды өзіне баурап алады. Ал сіздер үшін Итачи қандай кейіпкер? Астына өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған аниме өмір. Видеоны соңына дейін қараған адамдарға көп рахмет. Нарутоның протекторын тауып, тайм-кодтарды астына жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.